Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз OBS Studio бағдарламасында видео жазу деп аталынады. Бұл бағдарлама жұмыс бөлімін көріп отырғаныңыздай мынандай иконкада берілген. Бағдарлама толық көлемде тегін болып табылады, абсолютті түрде тегін. Бұл бағдарламаны кез келген адам оның өзінің сайтынан жүктеп алып, бірден осы бағдарламаның барлық мүмкіндіктерін пайдаланып жұмыс істей алады. Төменде видеоның астында осы бағдарламаның сілтеме берілген, сол сілтеме арқылы өздеріңізге жүктеп алуларыңызға болады. Бұл бағдарламаны негізінен тікелей эфирде түрлі тақырыптағы бағдарламалар түсірілетін, түрлі тақырыптағы ойындарда ойнайтын, стрим жасайтын адамдар пайдаланады. Себебі бұл бағдарламаның мүмкіншіліктері мол және де баптаулары өте қарапайым болып келеді. Сол себептен де бұл бағдарлама осы тікелей эфирде түрлі стрим жасаушы адамдарға үлкен сұранысқа ие бағдарлама болып табылады. Бірақ та осы бағдарламаны пайдаланып, кәдімгідей қарапайым видеоларда түсіруге болады. Менің түсіріп жүрген видеоларымның барлығы осы OBS Studio бағдарламасы арқылы көрсетілген. Өздеріңіз экраннан көріп отырғандарыңыздай, міне OBS Studio бағдарламасы ашық тұр. Осы бағдарлама арқылы мен қазірде осы бүгінгі бейнежазбаны жазып отырмын. Енді бағдарламаның өзіне көшейік. Ең алдымен баптауларына барайық. Ол үшін біз оң жақ бөліктегі баптаулар деген батырманы басамыз. Сол кезде баптаулар ашылады. Бұнда бірінші жалпы баптаулар ашылады. Оның ешқайсысында да соқтықпай-ақ қоюға болады. Одан кейін трансляция деген бұл тікелей эфир жүргізу үшін қажетті болып табылады. Біз бүгін тікелей эфир жүргізбейтін болғандықтан, бұл да бізге қажетті жоқ болып табылады. Енді шығарылым дегенде біз жаңағы видеоның қай жерге өзіміздің қай жерге жазатынымызды көрсетеміз. Мына жерде бізде запись жүріп жатқандықтан бұл көрсетілмей тұр. Негізінде мына жерде обзор деген белгі бар. Осы белгі батырманы бассаңыз, сіз содан кейін компьютердің беті ашылады. Соның кез келген жеріне, кез келген папкасына осы видеоны көрсетіп сақтап қоюыңызға болады. Келесі аудио деген бөлікте де ештеңеге соқтығудың қажеті жоқ. Өзінің берілген баптауларын толықтай осы видео пайдалана беруге болады. Бұдан кейінгі видео дегенде бізде жаңағы экранның разрешениесін беру керек болады. Ол үшін өздеріңіздің компьютерлеріңіздің қасиеттерінен свойства дегеннен барып, осы компьютеріңіздің қандай екендігін көріп, разрешениесінің қаншалықты екендігін көріп, сол разрешениені осы жерге қоясыз. Басқа ешқандай да өзгерістер енгізудің қажеті жоқ. Одан кейін применить дегенді басасыз, алдымен окей дегенді басудың керегі жоқ. Бұны бассаңыздар жабылып қалады. Бұдан кейін горячий клавиші деген, бұнда жаңағы жылдам қосылуға болатын мүмкіндіктер берілген. Оның да алғашқы бетте қажеті жоқ болып табылады. Одан кейін кеңейтілген баптаулар, бұл баптаулардың да бізге қажеті жоқ. Окей дегенді басамыз. Енді бағдарламаның негізгі жұмыс стилімен танысайық. Жұмыс стилінде бірінші бөлігі сценалар деп аталынады. Бұнда әртүрлі сценалар қоюға болады. Бұл негізінен тікелей эфир өткізу үшін қажетті, ал видео жасау үшін оның қажеті жоқ. Бұнда әртүрлі сценалар қоюға болады. Мысалы, бірінші сценаны қойып, бірінші сценада өзіңіздің логотипіңізді ғана қойып қоюыңызға болады. Одан кейін екінші сцена деп, екінші сценада тағы да басқа бір жұмыстарды көрсетіп, осы сценалардың арасында көшіп отыруға болады. Олардың әрқайсысына уақыт белгілеп отыруға да болады. Оны біз құралдар деген бөлікке барып, осы сценаларды қоя аламыз. Ал бірақ та қарапайым видео жазу үшін бұл сценалардың қажеті жоқ. Мен еш уақытта тікелей эфирде болмаса, жай видео жазу үшін бұл сценаларды пайдаланбаймын. Келесі источники деген белгі. Бұл белгі ең басты белгі болып табылады. Себебі сіздің экраныңыздан не көрініп тұрады, міне осыны осы источниктер көрсетіп отырады. Мысалы, устройство захвата видео деген белгіні мен қазір алып тастасам, экраннан менің мына суретім жоғалып кетеді. Ол үшін мен оң жақты басып,
удалить дегенді басып, я десем, міне мен экраннан жоғалып кеттім. Енді мен өзім қайтадан қосу үшін мына жерде плюс деген белгіге барамын. Устройство захвата видео дегенді таңдаймын. Окейді басамын. Мына жерде де ешқандай баптауларды жасаудың қажеті жоқ. Міне өзімнің суретім көрініп тұр ма? Көрініп тұр. Окейді басамын. Міне мен экранға шықтым. Енді бұны үлкейтуге, кішірейтуге болады. Кез келген экранның бөлігіне былайынан көшіріп алып баруға болады. Міне осыны тек шыққанның өзімен ұстап алып, осылай көрсете бересіздер. Міне бұл устройство захвата экрана деген. Енді келесі захват экрана деген тұр. Міне менің экранымнан көріп тұрған болсаңыздар, мынандай сары сызық тұр. Міне бұл экранымда компьютер толықтай алып тұр деген сөз. Міне осы сызықтың бойындағы кез келген бөліктермен мен жұмыс істей аламын. Мысалы, төменгі жақта мен интернетті ашамын. Интернетті ашамын да өзіме керекті сайтты іздеп тауып, сол сайтқа кіріп, сол сайтпен жұмыс жасай бере аламын. Оның барлығы осындан көрсетіліп отырады, видеода жазылып отырады. Мысалы, мен кіріп көрсетейін. Менде екі тактылы қорғаныс енгізгендіктен осындай кейде сұрақ болады. Міне мен квиз сайтына кірдім. Осы квиз сайтына кіріп, енді өзімнің тестілерімді жасай аламын. Оқушыларға тікелей көрсетіп, мысалы кез келген тақырыпта, история деген тақырыпты алайық. Қазақстан тарихы деп жаза салайын. Міне енді осыдан мен тестілерді алып, өзім тестті жасап, оның мүмкін болатын сұрақтардың нұсқаларын қойып, басқа да тестілерді құрастыра аламын. Бұл тестілердің осы квиз сайтында қалай құрастырылатыны туралы менің каналымда тест құрастырушы құралдар деген тақырыпта бейнебаян берілген. Сол көру арқылы бұл тестілердің қалай құрастырылатынын, оқушылардың онымен қалай жұмыс істейтінін көруге болады. Бұны онлайн режимде де пайдалануға болады. Офлайн режимдегі дәстүрлі сабақ барысында да интернетіңіз болса, егер де сіздің кез келген жерде пайдалануға болады. Ол туралы жаңағы менің каналыма кіріп, тест құрастырушы құралдар деген тақырыпты видеоны көрулеріңізге болады. Келесі, мысалы, сол сияқты мен өзімнің компьютерімнің кез келген жеріндегі бар материалдарды да алып пайдалана аламын. Оның барлығы осы міне көрсетіліп тұрады. Мысалы, видео сабақтар дегенге кіріп көрейін. Бір слайдтарды ашамын, мысалы. Осы слайдтарды ашып, міне осылай әңгімелер беріп, осы тақырыпты толықтай ашып көрсетіп, оқушыларға түсіндіріп айта аламын. Осылайша, міне өздеріңіз көріп отырғандай, компьютердің кез келген жеріндегі бар, кез келген материалды ашып, қарап, онымен жұмыс жасауға болады. Осының барлығы сіздің видеоңызда жазылып отыратын болады. Міне, жаңағы OBS студия бағдарламасында видеоларды жазғанның барлығы, сіздің жазғандарыңыздың барлығы өзіңіздің жаңағы вывод деген жерде көрсеткен папкаңызда сақталынып қалатын болады. Сол папкіде алып, одан кейін өңдеуіңіз келетін болса, Mobavide немесе басқа видео редакторда алып, оны өңдеп, әртүрлі жаңағы эффектілер қосып, переходтар қосып, өңдеп, жөндеп, содан кейін оны YouTube каналыңызға немесе салуға, немесе оқушылармен бөлісіп, оны көруге мүмкіндік ала аласыз. Міне, бұл бағдарламада тек сабақ барысында ғана емес, сонымен бірге
жаңағы отбасылық видеолар жасауда да, әртүрлі жаңағы отбасылық суреттерден түрлі видеолар жасауда да пайдалануға болады. Бағдарлама өте қарапайым, жаңағы өздеріңіз көріп отырғандай баптарлаулардың барлығы да қарапайым болып келеді. Міне осы бағдарлама туралы негізгі осы менің каналыма жазылып, осы видеоға лайк қоюды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.